30-шы жылдары болған ашаршылықты мен көрдім де, көрмедім де. Онда 3-4 жасар балармын. Әлі ақыл тоқтатпаған кезім. Көрмедім дейтінім содан. Ал ашаршылықтың ащы дәмін татқаным рас. Оны әке-шешемнің айтуынан білем. Одан соң бір талай әңгімені ағатайымнан естігенім бар. Солардың біреуін бүгінгі ұрпаққа өз сөзімен жеткізіп беруді жөн көріп отырмын. Ағатайым 1931 жылдың мамыр айында Ақмола уезіне қарасты Қорғалжын ауданының прокуроры болып тағайындалған. Нағыз егін салатын кез. Ал партком бюросының тапсыруымен жаңа келген прокурор уәкіл ретінде шалғайда жатқан зордың күшімен енді ғана колхоздасқан ауылдарды аралап, егін науқанының қалай өтіп жатқанын тексеруге шығады. Қасында Құралайды көзден атқан Мұқан дейтін керемет мерген жігіт бар. Жол алыс, жекен аттарына жем үшін үлкен бір қап сұлы, өздерінің азығына мол қылып бір жәшікке толған бауырсақ пісіртіп алады. Қорғалжынан 10-15 шақырымдай шыққанда бұларға қарсы жол бойы шұбырып келе жатқан аш арықтар кездесіпті. Көздері шүңірейіп, әбден әлсіреп қалған. Қолдарын жайып қайыр сұрайды. Қазақтың мұншалықты сорлап бейшара күйге түскенін көрмеген ағатайым әлгі байғұстарды аяп, жәшіктегі бауырсақтан уыстап алып тарата беріпті. Қасындағы Мұқан, ойбай бүйте берсек өзіміз аштан өлеміз ғой деп шырпыр болған екен. Оған да қарамапты. Ақыры бауырсақ қана емес, манағы үлкен бір қап сұлында тауысып тыныпты. Азықсыз қалуын қалғанмен екі жігіт тарықпаған. Мұқанның көздегенін құр жібермейтін мергендігі арқасында қоналқы жерге тоқтағандарында маңайдағы көлдерден көп құс атып әкеп, өздері де ашықпаған, түскен үйлерін де кәре ғып отырған. Ағатайымдар сол жүріспен аудан орталығынан 350 шақырым жердегі Сәуле деген колхозға жетіпті. Мұндағы елге ашаршылық әлі кіре қоймаған екен. Осында 4-5 күн аттарын тынықтырып, өздері де жақсылап дем алып, жұмыстарын бітіргеннен кейін уәкілдер қайтар жолға ақ бидай ұнынан баяғы бір жәшікті толтыра бауырсақ пісіртіп алып, Қорғалжын жаққа бет түсейді. Жол бойы иесіз қалған қыстаулар кездеседі. Елдің бәрі аштықтан шұбырып босып кеткен. Күн арқан бойы көтерілген кез екен. Бір өзенді жағалай салынған ескі қыстау көрінді. Бұл да жансыз. Сүрә үлкен ауыл болған тәрізді. Қаңырап бос тұрған үйлерді жағалап келе жатса, бір тұстан түтін шығып жатқан ағатайымның көзі шалып қалады. Бұлар ұры, қарақшылар болуы мүмкін деп Мұқанның сақтандырғанына қарамастан, ағатайым жеті атар наганын қолына алған қалпы әлгі үйге қарай жүреді. Жақындап келгенде қарсы алдынан бір әйел шығып, «Құдай-ау, бергеніңе шүкір, үкімет адамы екенсіңдер ғой, ашыққан жандарға жумайтын едіңдер ғой. Жүр шырағым, үйге кір» дейді. Төрде екі жағы суалып, құр сүлдері қалған, жас шамасы елулерде бір ақсар кісі отыр екен. Сырттан кірген бейтаныс кісіні көріп жылайын десе, оған да шамасы жетпей, құр кемсеңдей беріпті. Ал әйел мұндай емес, әлде қайда ширақ, шамасы 40-тан асқан кісі. Өзі дөңгелек жүзді, қызыл шырайлы, көркем кісі көрінеді. Басында бір кіршігі жоқ, ақ жаулық, киген көйлегі де сондай келісті. Бұл екеуінің бой жетіп қалған бір қызы мен жеткіншек ер баласы бар екен. Олар да шешесі сияқты жинақы, үстері тап-таза. Ағатайым аң-таң. Әсіресе ол үйде ет иісі бұрқыраған қазан қайнап жатқанын көріп қайран қалады. Сұрастырған екен, әйел бәрін түсіндіріп беріпті. Төрде отырған кісі мұның ері белді тұқымнан шыққан. Сәуле колхозына мүше болып кірген екен, сосын елге көшіп барамыз деп шыққан. Жолда алған азықтар таусылған соң далада саршына аулап, қалт-құлт жан сақтап отырған жайлар бар көрінеді. Анау қазанда қайнап жатқан соның еті шырағым дейді әйел, жылап жіберіп. Сосын кемсеңдеп отырған ерін нұсқап, мына сорлы өлсем де тышқан етін жемеймін деп әбден әлсіреді. Не ілгері басуға шамасы жоқ, не кейін жүре алмайды. Байғұстың ажалы қашан келеді деп дал болған жағдайымыз бар дейді. Сол жерде ағатайымыз бұларға қос уыстап біраз бауырсақ беріп, ел дегенді қоя тұрыңдар, Сәулеге қайтыңдар деп ақыл айтыпты. Ақыры солай істепті де. Әйтпесе аштан өледі екен сорлылар.